Сәлем достар, бүгін Сәлем Social Media'да қашан туасың атты жаңа жобаның қорғау күні өтті. Айдын, сіз ер адамсыз. Қашан туасың атты жобаның режиссері болу қалай екен? Өте қызық. Мені бұл жобаға шақырған жобаның бас продюсері Айнұр Ильясова ханым. Сол кісі шақырғаннан кейін. Біріншіден, екіншіден бұл жобаның тақырыбы, тематикасы, оқиғасы өте қызық болғаннан кейін, өзіме оқыған кезде әсер қалдырғаннан кейін қуана келістім. Осы жобадағы өз басым осындай әйелдердің тағдырының қасындағы ер адамның тағдырына көбірек мән бердім. Өте қызықты. Ер адамдарға адвокат болуға тырыстым. Ал сценариймен енді ғана танысқан кезде қандай әсерде болдыңыз? Бір жағынан өте қызық, екінші жағынан бұл трагикомедия оқыған сияқты болдым. Өйткені бұндай тақырыптарға драма арқылы қарайтын болсаң, ол өте қиын жағдай. Ал бірақ осы ситуацияларға күле қарасақ, күле көрсетсек, мүмкін біздің хикаямызды көрген көрермендер туалмай жүрген әйел адамдарға қашан туасың деген сұрақ қоймайтын шығар деп ойлаймын. Эта история очень жизненная, актуальная, и, возможно, вы где-то узнаете себя, возможно, кого-то из друзей или из кого-то из семьи. Мы очень сильно стараемся, и я надеюсь, что эта история понравится, и наши персонажи, герои всем полюбятся. А кто не полюбится, то хотя бы, надеюсь, какое-то понимание, почему они так поступают. И мы постарались ответить на эти вопросы и взглянуть на разные точки зрения. Бүгін біз үшін өте ерекше күн. Себебі дәл осы күні біздің жаңа жоба дүниеге келді. Сіздер қашан жаңа сериал туасыздар деген сұрақ қойдыңыздар. Біздің жауап дәл қазір. Вот, давайте, чтобы ветер был за нас, чтобы светофоры были за нас и погода была за нас. Удачи! Достар, біліп қойыңыздар, қашан туасың жобасының идеясының авторы, сонымен қатар продюсері Айнұр Ильясова. Айнұр, осы жобаның, осы тақырыпта жалпы сериал түсірудің идеясы қалай келді және де қашан? Негізі енді барлықтарыңыз білетін боларсыздар, подкаст, мамский әңгіме подкастын қазір көптеген әйелдер көріп жүр. Және осы біздің подкасттың көрермендерінің әңгімесін естіген кезде, комментарийлерін оқыған кезде әрине ой туды. Және әрбір комментарий бұл меніңше бір кітап. Сөйтіп осындай бір идея келді. Әйелдер қауымына байланысты сериал жасау деген. Жобаның атауы қашан туасың, неліктен? Бұл енді үстінен дөп түсетін сұрақ, және бұл бірден назар аударатын тақырып атау деп ойлаймын. Ал мысалы сіздің өміріңізде жекеңізге қатысты сұрақтарды қойған кездер көп болды ма? Әрине, мен енді 30-ымда тұрмысқа шықтым ғой. Оған дейін қашан күйеуге шығасың, қашан балалы боламыз, деген көп әңгіме естілді. Жастық шағын кетіп қалады, тағы деген көп нәрсе естиміз. Бұл да оңай емес, әрине теңін табу. Және сол сияқты жүкті болу да оңай емес. Босану да оңай емес. Және де қазір біз сіздерге тағы бір құпияны айтамыз. Осы жобада басты рөлдердің бірі Ильясова бізде сомдайды. Кішкене кейіпкерін жайлы айта кетсеңіз. 3 қызы бар, бірақ ұлы жоқ. Бұл да қашан ұл болады деген көп әңгіме естиміз өз басымда. Мысал үшін, ойбай, 3 қызың бар, 2 мен дағы ұл болса ше деген сияқты. Ол нәрсе бар, қысым бар, одан бөлек мысал үшін біздің қоғамда ұлдарды қатты жақсы көреді. Енді қыздарға
немқұрайлы қарайды. Көбі, барлығы деп айтпаймын әрине, бірақ ондай бар. Қазір сіздерге съемканың қалай өтіп жатқанын көрсетеміз. Біз өзіміз актриса болып кеттік. Қазір гендер пати сахнасы түсіріліп жатыр, режиссер жұмыс істеп жатыр. Қараңыздар. Ал енді осы жобадағы ең жиі қашан туасың деген сұрақ қойылған кейіпкер бізде әдемі. Кейіпкеріңіз жайлы кішкене сейчас біз 5 минут и все, еще раз. Ал енді осы жобада қашан туасың деген сұрақ ең жиі қойылған кейіпкермен сөйлесетін уақыт келген сияқты, ол яғни әдемі. Кішкене кейіпкеріңіз жайлы айта кетсеңіз. Енді өзіңіз айтпақшы, қашан туасың деген ең көп қойылатын сұраққа жауап беретін, сол сұрақтармен күресетін, сондай бір жан жақтан айналадағы адамдардың сұрақтарына, агрессияларына төтеп бере алатын қыз, әйел адам. Өте оның жаңағы өмір жолы өте қиын, ауыр. Алайда бұл мен ойлаймын тек қана әдемінің ғана емес, көптеген әйел адамдардың ішіндегі мұң-зарларына біз жауап береміз деп ойлаймын. Осы сериал арқылы. Ал сценарийді алғаш рет оқыған кезде қандай күйде болдыңыз? Аядым, шынымды айтсам, өте қатты аядым. Бұл жалпы сериалдың жанры комедия болғанмен, менің ойымша негізі ең қиыны ол осындай мұңды нәрселерді, ең жаңағы жүректі ауыртатын, адамның жанындағы, жан дүниесіндегі сұрақты жаңағыдай жеңіл түрмен, әзілмен жеткізу менің ойымша өте ең қиын тәсіл. Сондықтан маған жалпы бұл сценарий өте қатты ұнады, және бір жағынан өте қатты ауыр болды сомдау. Ал қалай ойлайсыз көрерменге, яғни осы жобаның айтатын 3 басты ойы? Біреудің өміріне қол сұғуды қою керек, адамның жаңағы жан дүниесіне үңіле білу керек, және де өзін жақсы көрген кезде айналасындағы адамдарға шуақ шашып бастайды. Сондықтан өзін жақсы көрек, және өзгенің мәселелерімен, өзгенің жеке өміріне қол сұғудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Ал өзіңіздің жеке өміріңізде, яғни осындай бір орынсыз сұрақтар қаншалықты жиі қойылады? Орынсыз сұрақтар болады. Мысалы, қашан тұрмысқа шығасың? Сосын екіншісі, сен актрисасың ғой, жылай аласың ба? Деген секілді. Или болмаса, сен енді актрисасың ғой, өмірде жылай салатын шығарсың деген сияқты бір өте орынсыз сұрақтар көп қойылады. Өкінішке орай. Яғни достар, сондай сұрақтарды қоймаңыздар, өтініш. Иә. Қазір қасымда «Қашан туасың» жобасында басты рөлдердің бірін сомдайтын актер Ермек. Ермек, кейіпкерің жайлы айта кетсең. Мирас өте өзінің противоречивый бала негізі. То, что маған ұнағаны сценарийда да он не прописан как кәдімгі герой ретінде. То, что оның мінезі бар. В то же время өте жуас, бірақ керек жерде мінезін көрсете алады, керек жерде жылап та алатын персонаж, өзінің сезіміне ерік беріп. Және сериал барысында оның трансформациясын айтты маған. Сценариймен алғаш рет танысқан кезде қандай сезімде болдың? Бірінші рет оқыған кезде мен бұл сценарийді комедия деп негізі воспринимать етпедім, өйткені өте актуалды темалар қозғалған. Ол тек қана қашан туасың деген қазіргі таңдағына балалы болуды ғана емес, одан бөлек ущемление прав болсын, жағағындай агрессия в пассивном виде, например, қалай адамдардың басқа адамның өміріне әшейін қарапайым бір ауыз сөздің үлкен әсері бар екені. Сонымен қатар бұрынғы салт дәстүрдің қазіргі таңға келмейтін жерлері де бар. Және сценарийдің маған қатты ұнаған жерлердің бірі ол, что өзіндік бір посылы бар. Қазір негізі съемкалар болып жатыр. Атмосфера қалай, жалпы бәрі ойдағыдай болып жатыр ма? Яғни сен өзіңді Мирас секілді сезіне алдың ба? Съемочный процесске келетін болсақ, бұл жерде команда профессионалдар, режиссер Айдын Сахаман, Саят Жаңғазинов оператор-постановщик. Бұл кісілердің бәрі үлкен школадан өткен кісілер, мен олардан көп нәрсе үйреніп жатырмын қазіргі таңда.